Қайырлы күн достар, сіздерге өте дәмді болып шығатын үй жағдайындағы табаканы дайындап көрсететін боламын. Ең алдымен біз осындай тауық етін алып, мұздай суға 5-6 сағатқа суға тұз салып қойып қоятын боламыз. Мінекей достар, тауық етімізді алып аламыз да оны маринадтайтын боламыз жақсылап. Достар, осындай маринадты аламыз да үстіне 2 ас қасық сұйық майды қосып жақсылап араластырып аламыз. Достар, маринад ол барлық жерде бар. Тауық етіне арналған маринадты қолданасыздар. Осылай жақсылап араластырып, тауығымызға барлық жеріне, арасына барлық жеріне жағып шығатын боламыз. Мінекей достар, барлық жерін жағып алдық. Оның үстінен осындай шаңшыны алып, арасын тесіп жібересіздер. Сонда маринадтымыз бір-біріне сіңіп, өте дәмді шығатын болады. Осылай жақсылап барлық жеріне жағып шығасыздар маринадты. Мінекей достар, біздің тауығымыз 180 градус және де 45 минутта пісіп дайын болады.
Достар, табакам пісіп дайын болды. Сіздер де дайындап көріңіздер. Өте тамаша, өте дәмді шықты. Менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Осындай өте дәмді тамақтарды рецебімен бөлісетін боламын. Осындай табакамызды алып бөліктерге бөліп аламыз.